Сәлем еркелерге, ертегі каналының көрермендері, ертегі тыңдаушы балалар, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Ендеше ертегімізді бастайық. Бүгінгі ертегі жалқау құмырсқа туралы болады. Құмырсқаның да жалқауы болады екен, достар. Бірде бір құмырсқаның үйлеуінде еңбекқор, таңнан кешке дейін бір тыным таппайтын құмырсқалар болыпты. Соның ішінде бір пысық құмырсқа күн сайын таңертең ерте барлық құмырсқалар секілді сапқа тұрып жұмысқа кетеді екен де, жайлап сытылып шығып, күні бойы басқа жәндіктермен әңгіме айтып, ойнап, кешке қатарға қосылып, үйлеуіне қайтып кіріп кетеді екен. Содан бір күні бір шіркей сұрайды: құмырсқа, осы сендер еңбекқор едіңдер ғой, күнде бізбен әңгіме айтып ойнап, ешқайда асығатын түрің жоқ, сонда сен жалқау құмырсқа болғаның ба? Деп сұрайды. Осы кезде біздің әлгі жалқау құмырсқа: қатырасың, мен жалқау емес, мен ақылды құмырсқамын. Таңертең шығамын, сіздердің қастарыңызға келіп ойнаймын, қарным ашса кез келген жерден азық тауып аламын. Болды. Сол да әңгіме болып тұр. Басы үйлеуге уақытында кіріп, уақытында шығу, ол нағыз тапқырлық дейді. Содан құмырсқа күнде көріп жүрген шыбын-шіркей басқа жәндіктерден жалығып, өзінің батырлығы туралы үйлеуіндегі құмырсқалармен бөліскісі келеді. Қасында ұйықтайтын досына: «Ей досым, шаршап жатсың ба?» дейді. «Әрине шаршадым, қоя тұршы әңгімеңді. Таңертең ерте тұру керек, қысқа азық жинау керек, оңай емес, жатағы, әңгімеңді қойшы» дейді. Құмырсқа: «Ей, сен қатырасың, сен менімен жүр, таңертең шығамыз да рахат ойнап, күн ұзаққа, кешке бірақ келеміз, қалғандары істерсің, не қыласың» дейді. Содан досы қызығып кетіп, ұйқысы ашылып: «Рас айтасың ба? Солай жасауға бола ма?» дейді. Келесі күні екеуі сытылып шығып, күні бойы ойнап, кешкісін еш шаршамай үйлеуге келіп ұйықтайды. Шыдай алмаған құмырсқаның жаңа досы үйлеудегі басқаларға тарата бастайды әңгімені: «Ей, сендер қатырасыңдар, мына ақылды құмырсқаға ілесіп, бізбен бірге күні бойы ойнауға болады ғой. Рахаттық істемейсің, басқалар істей берсін, бірақ сен бесеуіміз ертең жұмыстан қашып кетейік» дейді. Сөйтіп 6 құмырсқа болып жұмыстан қашады. Олардың саны балалар күн арта көбейе берді. Бір күні құмырсқалардың бастығы қараса, үйлеуде азық мүлде жиналмаған. Сосын ол отырып ойланады: «Біз үйлеуде 100 құмырсқа тұрамыз. Тамақ болса аз, қыста қалай өмір сүреміз? Мына 100 құмырсқаны қалай асырасам болады? Неге азығы азайып жатыр?» деген сұрақ туындайды. Содан бір күні еңбекқор құмырсқаның біреуі келіп бастыққа айтады: «Сіз білесіз бе, біздің үйлеудегі 30 құмырсқа жұмыс істеп жүрген жоқ. Таңертең кетіп, жан жаққа тым-тырақай қашып, кешке дейін ойнап келеді. Ал біз қалған 70 құмырсқа беліміз шойырылғанша, иығымыз ауырып, басымыз жерге тигенше еңбек етіп жүрміз. Азық жинап үлгере алмайтын болдық. Кірместі қалған 30-ы. Қыста ойнап жүрсің далада. Не жесе соны жес. Сізге айтуға қорқып жүр едім, бірақ болатын түрі жоқ» деп көзінің жасын сықты. Бұны естіген бастық таңертең ертемен қолына қағаз қаламын алып, бүкіл құмырсқаны кім нешеде кетті, нешеде қайтып үйлеуге келді, үйге қай уақытта оралды, бәрін уақытымен тізіп жазып отырыпты. Ал біздің 30 құмырсқа ойнауға кеткен, кеште бірақ келгенде бастыққа ұсталып қалыпты. Бұны көрген бастық: «Сендер 30-ың бүгіннен бастап бұл үйлеудің тұрғындары емессіңдер. Қайда барсаңдар, онда барыңдар, сіздерге есік жабық» дейді. Оны естіген 30 құмырсқа не істерін білмей алдырап қалады. Сөйтіп әлгі біздің пысақай жалқау құмырсқа
Ей, мен ақылдары тапқырмын ғой. Өзіміз илеу жасап, өзіміз бөлек кетек бұлардан дейді. Барлығы ду қол шапалақтап, әрине деп. 2 күн өтеді, олар илеуді қазып, ішіне бөлмелер, ас қоймасы, ас үй, жатын бөлме жасаудан әбден шаршайды. Сосын келіп, әй, ақылды құмырсқа, сен әңгімені қойып, одан да бұрынғы үйімізге қайтайық. Қателігімізді мойындап, қысқа азық жинайық. Шегіртке біздің не теңіміз? Ол құсап шырылдап өлең айтып жүргенмен болмас. Бізді енді жаратты ғой, еңбек қор қылып, жалқау емес жәндіктердің бірі болып жаратылдық. Болмыз болмас деп 30 құмырсқа ымыраға келіп, ақылды құмырсқа басы салбырап, илеудегі ең жалқау арам құмырсқа атанып, достарынан кешірім сұрап, басы салбырап, бұрынғы илеуіне қайтып келді. Балалар, сіздерде әлгі жалқау құмырсқа секілді мен ақылдымын деп ойлап, сабақ оқымай, уақытында тамақ ішпей, ата-аналарыңды тыңдамай, өзім білем, өзім өмір сүре алам, басқа үйде тұра алам деп ойлап қалып жүрмеңіздер. Жалқаулықтың түбі жамандыққа келеді. Сондықтан бүгіннен бастап жалқау құмырсқа секілді жаман әдеттерден алыс болыңыздар. Кездескенше.